Ал енді жол қиылысының вообще түрлері мінекей картинкаларды көріп тұрмыз. Төрт жаққа қарайтын крестообразный дейді. Мынау т тәріздес, т әрпі сияқты. Y не сияқты да, немесе X тәрізді, немесе шеңбер тәрізді болып бөлініп кете береді. Бұның бәрі жол қиылыстары. Жалпы жол қиылыстары деген не? Жол қиылыстары деген бір деңгейде қиылысатын екі жол. Аулаға кіретін, тағы да басқа мына жанармай бекеті, парковкаға кіреді деген жолдарды біз ол кіріп шығатын жолдар дейміз. Оны жол қиылысына жатқызбаймыз. Қиылысы мынандай түрге бөлеміз. Егер ол жол қиылысында бағдаршамдар қойса, светофорлар, ол деген бағдаршам тұрса, немесе мына реттегіштер тұрса, ол уже реттелген. Яғни светофор арқылы немесе жаңағы полиция қызметі арқылы ол жолдың қиылысын реттеп тұрады, кім қашан жүретініне кезегін көрсетіп тұрады. Ал енді егер осы светофор өшіп тұрса, немесе жоқ болса, не болмаса сары жанып өшіп тұрса, онда болса жол қиылысы реттелмеген болып қалады. Реттелмеген жол қиылыстары ол тең дәрежелі болып келеді, ешқандай егер белгі жоқ болса. Немесе мына 1-6 деген белгі қою мүмкін, немесе ешқандай знак болмауы мүмкін. Бұл жерде бір тағы бір мәселе бар. Ол жолдар реттелмеген, бірақ адам жүргізушілер өзі анықтайды. Қалай анықтайды? Оны артынан кейін айтатын боламыз. Не болмаса ол жол қиылысы мына басымдылық белгілері қойылса, сол басымдық белгілерінің арқасында кім қашан кімге жол береді деген сияқты, кімнің басымдылығы бар, кім жол беру керек, сол белгілер арқылы анықтайтын боламыз. Ал енді жалпы жол қиылысы деген мына екі жолдың қиылысы деп жатырмыз. Мына ішінде штрихтап қойған мына бір квадрат бар ғой, квадрат. Бұны біз жол қиылысының шекарасы дейміз. Вообще не үшін керек бұл жол қиылысының шекарасы? Жол қиылысының шекарасы ол машиналар бір-біріне соқтығысып қалмау үшін, бір-біріне кедергі салмау үшін біреу біреуге жол беру керек. Мысалы үшін айтайық, так, мына белгіге ұқсау үшін қазір салып көрсетейін да. Мысал үшін айтайық, мына жерде жол бер деген мынандай үшбұрышты белгі тұр. Осындай белгі бар ғой, біз білеміз, үшбұрышты. Жол бер деген кезде, яғни машина мына жол екінші дәрежелі, мына жол қиып өтетін. Ол басты жол. Яғни мына жерден келетқан көлік мына жерге тоқтап не істеу керек? Жол беру керек кімге? Мына жақтан келе жатқан машинаға. Сол жол берген кезде осы мынау условный сызық қой, енді былай айтқанда көзбен ғана. Сол сызықтан өтіп кетпей тоқтау керек. Яғни көлік жүргізуші осы жол қиылысының шекарасын өтпей тоқтау керек. Сондықтан бұны шекара дейміз. Бұндай шекаралар екеу де болуы мүмкін, егер жол қиылысына екі бөліктен тұрса. Мына көріп тұрмыз, бірінші бөлігі, мына екінші бөлігі. Яғни мына жерде бір жол берсек, мына жақта келеткен машинаға да жол береміз деген сияқты. Яғни екі шекара бар. Ол шекаралар тек қана машиналардың арасында да жоқ, бар емес. Ол деген автомобильмен, мысалы үшін, жаяу жүретін адамның арасында да бар. Мысалы үшін, опять-таки да, біз мына жерде келе жатырмыз біздің көлікпен. Мына жерде тротуар бар, көріп тұрғандай. Бұл тротуардан да адам өтіп бара жатуы мүмкін. Онда болса біз не істейміз? Осы тротуарға жетпей тоқтаймыз. Яғни қысқаша айтқанда бұл шекаралар не үшін керек? Адам мен машина, автомобиль бір нүктеде кездесіп қалмау керек. Біреу біреуіне жол беру керек. Солай ғой. Енді көбінесе енді жолаушылар, то есть жаяу жүргіншілер, пешеходтар, олар басымдылық әрқашан бар. Өйткені адамның өмірі ғой, енді адамның өмірі болғаннан кейін адамды біз жол береміз. Енді адамдар да машинаға жол беретін кездер болады, бірақ негізінде көп жауапкершілікті кімге арттырамыз? Жүргізушіге. Өйткені жүргізуші не істейді? Көлік жүргізеді. Жүргізуші деген оқып жатыр, білім алып жатыр. Жаяу жүрген адам кім оған білім беріп жатыр? Білмейді олар. Хотя біз айтып жатамыз ғой, мектептің бағдарламасында болу керек еді деп, 6 жастан 10 жас аралығында балаларға негізі беру керек білімді. Білімді болғанда жаңағыдай форматта емес, формально өткізе салу мүмкін, аптасына бір рет. Одан бала қызықпайды. Ол балаларды қызықтыру үшін не істейміз біз? Оларды ойын ретінде. Аптасына бір рет болсын, как физкультура сабағы сияқты ғой, или еңбек сабағы сияқты ғой.
сондай сабақ арқылы егер балаларды спорт залда, енді қыс кезінде енді далада ойнамайды ғой, спорт залда, жаз кездерінде далада, иә, ол жерде самокат, басқа да жаңағы велосипед деген сияқты форма кигізіп қоюға болады. Біреуін полиция қызметкері қылып та, біреуін мысалы үшін дәрігер қылып қоюға болады. То есть былай айтқанда жолда болатын жағдайлардың бәрін ойын ретінде ұйымдастырса, балаларға енді не керек? Кішкентай балаларға ойын керек. 6 жастағы 10 жастағы балаларға не керек? Ойын керек. И ойын арқылы олар деген миына сіңдіріп алады да, кейін үлкейген кезде ол кез келген жерден жолын өткен кезде тоқтайды. Өйткені оны кішкентай кезде миына құйып тастады ғой мұғалімдер, иә. Ол тоқтайды, басып тұрып қарайды. енді қазіргі заманда қарайықшы, адамдар, біздің жаяу адамдар пешеходный переходқа қарағанда кейде басын бұрып қарамайды. жастары особенно құлақтарына наушник тағып алады, біз деген бір нәрсені есте болуымыз керек. Көруіміз керек, естуіміз керек. Екі нәрсе де біз дұрыс болу керек. Егер құлақта наушник болса, көзімізді бұрып қарамасақ, онда қайдан көреміз машина келе жатқан? Просто адамдар ойлайды, зебраға бәрібір тоқтайды машиналар дейді. Ол көрген адам тоқтай алатын жүргізуші тоқтайды, а тоқтай алмаған көрмеген жүргізуші бар. Сондықтан адамдарға көп нәрсе байланысты. Алайда бәрібір жол қиылысында болсын, тағы басқа жерде болсын, жүргізуші жауап береді. Өйткені жүргізуші ол деген кәдімгідей автошколада оқыды, емтихан тапсырды, праваны алды, иә. Яғни ол деген уже бұндай нәрселер білу керек, иә. Сондықтан жол қиылысы деген, ол жол қиылысында не только жол қиылысы, екі машинаның жолдардың қиылысы, бұл жерде пешеходпен де қиылыс бар. Яғни мына тротуардың жалғасы, ол да мына жерде получается, мына жол қиылысында екі пешеходный переход бар, иә. Бастапқыда бар мына жерде тротуар, и мына жерде де бар. И және оңға солға бұрылғанда да пешеходный переход. Оңға солға бұрылып жатсақ та адамдарға не істейміз? Жол береміз. Енді күнделікті жүріп жүрміз ғой, иә, көріп жүрміз ондай нәрсені. Енді қарайық, мына жерде сыртта не бар екен? Тоже сызықтар бар екен, андай штрихтап қойыпты да. Бұл штрихтаған не нәрсе бұл? Бұл деген жол қиылысының территориясы. Бұл территория не үшін керек? Бұл территорияда кейбір нәрселер жасауға болмайды. Мысалы, территорияда тоқтап тұруға болмайды, адам түсіруге болмайды. Бұл территорияда зат түсіріп жатуға болмайды, разгрузка, погрузка, мысалы көліктен жүк тиеуге болмайды. Бұл территорияда арт жақпен жүруге болмайды. Бұл территорияның ар жағында, мысалы үшін, мына жақта кептеліс болып тұр, мына жақта да кептеліс болып тұр, мына жақта кептеліс болып тұр. Яғни біз қай жаққа кетіп бара жатырмыз? Сол кетіп бара жатқан бағытымыздың ар жағында кептеліс болса, жасыл жанып тұрса да, не болса да, біз сол шекараның осы территорияға кірмей тоқтап тұруымыз керек. Ондай жағдайлар болып жатады бізде. Көліктер осылай тоқтап тұрсаң, арт жақтан келіп сигнал беріп жатады. Негізі заңға енбеген, енді қазір заңға енейін деп жатыр. Осындай жол қиылыстарында негізі ол бұрыннан бері жасалып сызып қойған кейбір көшелерде бар, бірақ ол заң жүзінде енген жоқ болатын. Енді енеді. Байқаған шығармыз, жол қиылыстарында мынандай не бар? Сары сетка бар. Оныкені вафельница дейді, вафельге ұқсайды да. Вафельница деп айтып жатады кейбіреулер, еркелетіп. Енді біз жол ережесінде кейбір еркелетіп айтады ғой, кірпіш деп айтады. Осындай нәрсені байқаған шығармыз кейбір жол қиылысында. Енді қазір қар жатыр ғой, жазда көреміз. Осы не үшін жасап қойған? Егер біз осының ішіне кіріп кетсек, жасыл жанып тұрған кезде, и және сол моментте светофор өзгеріп кетсе, уже жасыл емес қызыл, осында қалып қойсақ, онда бізге айыппұл төлейді. Сондықтан егер мына жерде светофор жасыл жанып тұрса, ар жақта кептеліс болып тұрса, кірмей тұрамыз. Осындай жағдайды біз көп тап болатынбыз курсантпен жүргенде. И арт жақтағылар бізге дыбыс сигналын беріп тұрады да, неге жүрмейсің, алдың бос деген сияқты. Енді ол адам ережені білмейтін ау болып тұр, сондықтан ол сигнал беріп жатыр. А егер сол сигнал берді екен деп жүріп кетсек, мына жердің бәрінде машиналар тұрған, бүйтіп қаптап тұр. Мына жердің бәрі, алдымыздың бәрі тұрған машина, иә, неше түрлі көк, қызыл, сары. И біз осы жерге кіріп кеттік. Бір кезде светофор өзгерді, мына жақтағы машина не істейді? Мынау қалай жүреді енді? Мына жаққа жасыл жанды. Біз оның алдында тұрмыз. Бітті. Содан кейін камералар түсіріп алады. Сондықтан бұл территория не үшін керек екен, осыны түстік, не үшін территория керек? Бұл территорияға жалпы сондай әрекеттер жасамау керек. Кейбір еще тағы көліктер кері айналам дейді, разворот жасаймын дейді да, дұрыс жасамайды.
бүйтіп мына жерге тіреліп қалады, потом арт жаққа жүріп жатады, бүйтіп соң алдыға жүріп жатады да. Бұндай жағдайда да бұл дұрыс емес, өйткені территорияның ішінде арт жақпен қозғалуға болмайды. Кейбір жүргізушілер болады, мен оны осы көп байқаймын автобустың жүргізушілерінен. Сол жаққа қарай бұрылыста көп машина жиналып очередь болып қойса, олар бетеп бұрыла салатындар болады. Или тура өтіп баратады да былай қарай. Бүйтіп тура өтіп барады да, жерге тоқтап арт жаққа жүре салады да, бүйтіп кетіп қала салады. Олай істеуге болмайды. Бұл деген жол қиылысының территориясы, ондай әрекеттер түбінде бір аварияға келіп соқтырады, сондықтан ондай әрекеттер жасамау керек. Так, енді ары қарай кеттік. Мынау да сондай территориясы жаңа көрсетілген. Енді жол қиылысының түрлерін айттық. Егер жол қиылысында ешқандай жол белгісі қойылмаса, немесе 1-6 деген тең дәрежелі жол қиылысы деген белгі тұрса, онда бұлар дәрежесі тең. Дәрежесі тең деген яғни екі жақтың да құқығы бірдей деген сөз. Екі жақта келатқан көліктің жүргізушінің құқығы бірдей. Бірақ екеуі соқтығысып қалмау үшін ережеге мынандай енгізіп қойған вариант. Оң жақтағы кедергі. То есть егер көлік оң жағында болса, оған жол бер. Мына картинкада мына екі машина кездесіп қалды. Бұлар кім-кімге жол береді? Бұл жерде ақ машина жол береді, өйткені ақ машинаның несі бар? Оң жағында. Мынау тұрған жаңағы шекара деп жатырмыз, ол автомобиль, ақ машина. Мына жерге келіп тоқтау керек. Өсіп тоқтау керек, мына сызыққа жетпей, себебі мына машина солға бұрылып жатыр. Ол бұрылған кезде әрине былай қарай бүйтіп бұрылады, бүйтіп барып бұрылады. Кейбір жүргізушілердің жіберетін қатесі. Кейбір жүргізушілер мындай қате жіберіп жатады. Ол тоқтайтын жерге тоқтамайды, кішкене асып барып тоқтайды. Мысалы үшін айтайық, көк қыпсаға, ол былай барып тоқтайды. Мына жерге барып бүйтіп тоқтайды. Сонда не болады? Мына машина оны сырып кетеді бұрылған кезде. Солай ғой. Әрине мына жүргізушінің көліктің жүргізуші тәжірибелі болса, әрине ол траекториясын кішкене өзгертеді, ол деген былай қарай бүйтіп кеңірек айланып кетеді. Бірақ оны мәжбүрлеп тұрған кім? Мына көлік. Ол көлік олай мәжбүрлемеу керек, сондықтан біз дұрыс тоқтай білуіміз керек. Жаңа шекара деп жатқанымыз сол, әр машинаға жіберетін, әр адамға жіберетін көз мөлшеріміз шекара деген бір, сол шекарадан баспай тұр. В данный момент мына шекара деп айтамыз, жолдың ортасын. Так, сонымен түсінікті ма? Жалпы екі көлік бір дәрежелі, тең дәрежелі жолда кезіп қалғанда, екеуісінің мағынасы бірдей болған кезде, оң жақтағы машинаға жол беру керек. Бірақ бұл дөңгелекті көліктердің арасындағы ереже. Ал енді дөңгелекті немесе рельсті көліктер болса, рельсті көлік ол трамвай. Мынау деген трамвай, трамвай, т деп қояқшы, трамвай. Мынау автомобиль. Енді сол трамвай мен автомобильдің арасында ондай ереже жоқ. Себебі трамвай ол рельсті көлік, оның мүмкіндігі шектелген, оның рулі жоқ, бұра салатын, резко тормоз баса салатын, экстренный торможениесі де жоқ, экстренный тоқтайтын. Сондықтан трамвайға әрқашан жол береміз. Егер екі жақтың деңгейі бірдей болса. Егер трамвай жақтан жол бер деген белгі тұрса, әрине трамвай жол береді. Немесе қызыл жанып тұрса, трамвай тоқтайды, ол түсінікті, А егер ешқандай знак жоқ, немесе екі жақта да бірдей тең дәрежелі деген знак тұрса, онда біз трамвайға жол береміз. Енді трамвай кімге жол береді? Трамвай трамвайға жол береді. Өйткені екі жақтан екі трамвай келуі мүмкін ғой. Онда кезде трамвай трамвайға. Осы нәрсені есте сақтайық. Жарай ма? Ары қарай кеттік. Мына жерде қарайық. Мына белгі тұр, трамвайдың жол қиып өтеді дейді. Яғни бұл жол қиылысы емес. Кез келген жерде трамвайдың жолы біздің жолымызды қиып өтсе, біз әрине қараймыз ана жаққа, трамвай бар ма жоқ па деп. Егер трамвай келе жатса, біз оған жол береміз. Мына картинкада мына жеңіл көлік трамвайға жол беру керек. Мына жерде қарайық. Мына жер жол қиылысы. Біздің алдымызда знак тұр. Басты жол деп. Трамвайдың алдында да сол знак тұр. Яғни мына жол біз жүріп бара жатқан жолымыз, көшеміз. Бұл басты жол. Мына қиылып тұрған жол, қиып тұрған.
көлденең жатқан. Ол екінші дәрежелі жол. Енді бізге мәселе бұл жерде трамвай көріп тұрмыз. Трамвай солға қарай бұрылып жатыр. Біз тура кетіп бара жатырмыз. Біз трамвайға жол беруіміз керек. Өйткені трамвай айттық қой, кез келген жерде жолымыз қиып өтіп кетсе, біз жол береміз. Жол қиылысында болсын, жол қиылыста болмасын, жол қиылысы болса тең дәрежелі болса деп айттық. Яғни бұл жерде трамвайға біз жол береміз. Так, мына картинканы қарайық. Мына жерде ақ көлік кері айланып жатыр. Қазір екі машинаның арасында қарайтын болсақ, кімде кедергі бар? Мынада бар. Яғни көк автомобиль ақ автомобильге жол беріп тұр. Яғни мына сызықтан өтпей, мына машина мысалы үшін мына жерге барып тоқтайды. Так, қазір карандаш. Көк автомобиль мына жерге келіп тоқтайды. Ол тоқтап тұрғанда мына машина уже өтіп кетеді. Солай ғой, былай қарай. Айланып болғанша мына машина алады да уже кетіп қалады. Солай емес пе? Көк машина алады да кетіп қалады уже. Сол кезде мына ақ машина мына жерге келген кезде екінші машина келіп қалса, онда осы машинаға уже ақ машинаның өзі жол береді. Солай ғой? Кейбір жүргізушілер мына жерде мынандай деп түсінеді екен. Егер осы жағдайда мына ақ көліктің алдында мынандай белгі тұрса, біз білетін белгі бар ғой. Главная дорога деген андай сары белгі бар ғой, білеміз, а? Егер главная дорога деген знак тұрса мына жерде, басты жол деген. Ал мына көліктің алдында жол бер деген белгі тұрса, үшбұрышты. Онда мәселе басқаша. Бұл деген дәрежесі тең емес. Иә? Дәрежесі тең емес жолдар. Бұндай кезде ақ машина басымдылығына пайда болып тоқтамай айланып кете береді. Иә? Өйткені мынау жатқан жол ол басты жол. Енді мына картинкада ешқандай знак жоқ. Сондықтан бұл дәрежесі тең. Мына жерде ол мүмкін несі болса, басымдық болса, мына жерде уже айланып келе жатқанда уже басымдығы жоқ болып қалады. Мына жерге келгенде басқа машинаға жол беру керек. Так, мынаушы. Қазір мынау туралы да қазір мәселе туып жатыр. Егер машина солға қарай бұрылып жатса, екінші машина қарама қарсы екеуі де солға бұрылып жатса, онда олар бір-біріне кедергі салмай, мына ортадағы нүктеге, бұл ортадағы нүкте жол қиылысының центр дейді, ортасы. Сол центрға жетпей автомобиль оң жақ бүйірлерімен өтіп кету керек дейді. Бірақ бұл мәселе жол қиылысының жағдайына байланысты. Жол қиылыстар кішкентай болады. Мысалы, двор, аула. Аулада жол тар болған кезде уже мына центрда өтіп барып айлану керек. Мынандай бірнеше жолақты жолдар болса, центрға жетпей. Енді одан да басқа да моменттер болады. Мысалы үшін ортада бөлгіш жолағы бар жолдар бар, Абай көшесі сияқты. Онда жерлерде онда былай бұрылуға онда болмайды. Ортасында бөлгіш жолақ болса, өтіп барып бұрылу керек. Енді жолдың жаңағы формасына байланысты, жол қиылысының формасына байланысты соны бұл туралы енді ережеде анық айтпаған ешқашан. Соны жүргізушілер өзін білгенше жүре береді. Соны авария болып жатады, кейде түсінбейді. Өйткені біреу кішкентай бір кішігірім қаладан келеді. Оларда жол тар болса, басқаша айланады. Қазір мына жерде келесі картинка болу керек. Мінекей. Кішкентай жолдарда ол былай айланып жатыр, көріп тұрмыз, машиналар. Енді кішкентай жолдар, машина аз жүретін кезде, анда санда машина жүрсе бола береді. Егер мына жерде көп машина бірінің артынан бір жүріп жатса, мынандай болмайды уже. Мынаның алдындағы бірнеше машина былай тұрса, мысалы, мына жердің бәрінде машиналар тұрса, онда мынау қалай жүреді? Тұрып қалады ғой. Немесе мына машинаның алдында бірнеше машина жүріп тұрса, пойыз сияқты. Онда мынау не істейді? Ол да тұрып қалады. Сондықтан былай болған жақсы. Бірінің артынан бір жүре береді, бір-біріне кедергі салмайды. Иә? Сондықтан ол да жол қозғалысының конфигурациясына. Енді қазір заңды енгеннен кейін мүмкін схемасын да көрсетіп қою мүмкін. Қосымша знактар пайда болуы мүмкін да, схемасын қалай жүру керек екенін. Өйткені кейбір жүргізушілер білмейді, ондай кезде қалай деп терять етеді, жаңағы өзін. Кішкене ережеде өйткені жазылмаған, даже ережені толық меңгермеген адамдар бар ғой, іс жүзінде де мысалы үшін кейде білмейді қай жерде қалай жүру керек. Так, мына жерде
бәрінде дәреже бірдей болып тұр. Өйткені сары машина жақтан жасыл жанып тұр, байқасақ, мына жерде жасыл жанып тұр. И мына көліктердің алдында жасыл жанып тұр. Сары көлік солға бұрылып жатыр, олар тура кетіп барады, оңға кетіп барады. Сары көлік жолдың мына ортадағы нүктеге келіп тоқтайды да екеуіне де жол береді. Неге? Себебі ол солға қарай жүрген кезде екеуі де оң жақта кедергі болып қалады. Екеуі де оң жақта болады, иә. Яғни ережеде айтқан, егер автомобиль солға бұрылатын болса, оған қарама қарсы тура келе жатса, немесе оңға бұрылып жатқан көліктер болса, оларға жол беру керек дейді. Не себепті? Өйткені оң жақтағы кедергі. Неге оң жақта кедергі? Екеуінің дәрежесі бірдей болып тұр. Өйткені оларға да жасыл жанып тұр. Оларға да жасыл жанып тұр. Екеуіне де жасыл жанып тұр. Үшеуіне де. Сондықтан бұл жерде жол береміз. Енді мына жерге қарайық. Мына жерде дәреже тең емес. Неге? Себебі мына жерде негізгі сигнал қызыл жанып тұр. Мына жақта негізгі сигнал жасыл жанып тұр. Яғни екі жақта бірдей емес. Иә, дәрежесі. Бұл қанша жерден трамвай болса да жеңіл көлікке жол беріп тұр. Себебі трамвайдың бұл жерде ешқандай құқығы жоқ жүруге. Әрине мына машина жоқ болса, жеңіл машина жоқ болса, ол трамвай бұрыла береді, өйткені стрелка жанып тұр ғой. Ол секция, қосымша секция. Бұл негізгі сигнал емес. Негізгі сигнал мынау, біз алдыңғы сабақтарда айтқанбыз, мынау негізгі сигнал. Негізгі сигнал мен қосымша сигнал болғанда біз негізгі сигналды бағынамыз. Негізгі сигнал бұл жерде қызыл болып тұр. Мына жерде жасыл болып тұр. Кейде мынандай нәрсе болып жатады. Бұдан басқа, мысалы үшін мына жеңіл машина жоқ деп санайық та, жеңіл машинаның орнына мысалы үшін айтайық, басқа машина бар, ол мына жақтан келе жатыр деп. Мына жақтан разворот жасап жатыр бүйтіп. Ондай жағдайда трамвай жол береді. Неге? Өйткені жасыл деген мына көшеге жанып тұр ғой, екі жақтан да жасыл жанып тұр. То есть мына жақтан да жасыл жанып тұр, мына жақтан келе жатқанда жасыл жанып тұр. Ережеде былай деп жазған: егер сіздің бағытыңызда жасыл жанып тұрса, значит басқа бағытта қызыл жанып тұр дейді. Бағыт деген не? Мынау. То есть трамвайдың бағыты мынау ғой. Трамвайдың бағытында қызыл жанып тұр. Яғни мына басқа бағытта не жану керек ондай болса? Әрине жасыл жану керек. Ол деген сол жақтан келе жатыр ма, оң жақтан келе жатыр ма, разворот жасап жатыр ма? Ол ода тұрған ешқандай не жоқ, Ол яғни бұл жол қиылысына кіріп кетті өзінің жасыл жағынан, яғни негізгі сигнал жасыл. Трамвай бұл жол қиылысына кіріп жатыр, негізгі сигнал қызылға. Негізгі қызыл деген жүруге болмайды ғой, бірақ мына қосымша сигнал. Қосымша ғана рұқсат беріп тұр. Льгота ретінде, оңға қарай бұрыла берсең болады деп. Қадірменді көрермен, ары қарай осы видеоларды көргілеріңіз келсе, сабақтарды төмендегі нөмірге хабарласып, біздің автомектебіне жазылсаңыз болады.